Макенов, Жанарқа ауданы Өркендеу ауылында 1940 жылы дүниеге келген. Ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Қазмудың журналистика факультетін бітірген. Өркендеу ұжымшарында мектеп мұғалімі, директоры болған. 1964 жылы Жанарқа аудандық газетінде қызмет атқарады. Советтік Қарағанды газетінің меншікті тілшісі болған. Жезқазған туы газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, редактордың орынбасары болды. Қазақ радиосының Жезқазған облысындағы меншікті тілшісі болды. Жергілікті қаламгердің Құрыш әдебиет бірлестігін басқарды. 2002 жылдан бастап Ақжол әдеби бірлестігінің жетекшісі болды. Өлеңдері Жас керуен жинағына енген. Құдіретті қолдар, Жұмақтың жолы атты өлең жинақтары жарық көрді.